написал непосредственно Каржал, которому я в тот день писал, он не отвечал, и написал непосредственно, что отзывает наши доверенности всех адвокатов, которым он был выдавал, и написал, что других адвокатов возьмет. То есть это все в переписке есть. Ну, можно показать. Да, пожалуйста, не знаю. Потом чуть позже скриншоты мы это опубликуем в социальных сетях. Вот, на что мы решили, что мы не будем реагировать, потому что знаем, какой характер у Каржал, и в свою очередь, ну, дадим ему просто остыть и посмотрим, что будет дальше. Далее уже непосредственно вчера мы начали получать новые известия о том, что выдана доверенность новым адвокатам, что в дело заступает новых 5 адвокатов, да? 5 адвокатов. Вот. Ну, соответственно, как бы с нашей стороны возникли вопросы касательно нашего дальнейшего участия. Девочки, вот адвокаты тоже пытались связаться с семьей. Бүгінгі күні айтымның берген сұхбатына байланысты біздің берер жауабымыз отбасы адвокаттардан бас тартқан жоқ. Және де адвокаттардың 6 ай бойы жүргізген үлкен еңбегіне рахмет айтады. Бірақ соңғы күндері болған жайттарға байланысты айтымның бұл істе ары қарай атсалысу керек емес. Саламатсыздар ма барлықтарыңызға. Бүгін Айтым мырзаның жеке өзінің берген сұхбаттарына байланысты біршама сұрақтар пайда болды. Сол сұрақтарға маған Қаржабайдың өзінің берген сенім хатыменен соны алға ұсына отырып, біршама сұрақтарына жауап бере кетсем, және халық дұрыс түсінбей қалмасын деген ниетпенен нақтылай кеткім келеді. Нақтылай кетсек, қорғаушылардан Қаржабай бас тартқан жоқ. Бұл қорғаушылардан бас тарту деген нәрсені Айтым мырзаның өзі шығарды. Оны шығару себептерін өзі түсіндіре кетер. Қаржабай Айтым мырзаның өзінің жеке анама деген дөрекілігі, шамадан тыс өзінің артық сөйлегендеріне байланысты Айтым мырзаның өзіне Қаржабай ескерту берген болатын. Бұлай іс насырға шабатын болса, екеуміз келіспейтін болсақ, қорғаушылардан келісім шартымды бұзамын деген ескерту ғана берген болатын. Жеке өзінің WhatsApp номеріне жазған болатын. Оны не үшін жариялаған бізге де анық емес. Оныған Айтым мырзаның өзі жауап береді. Екінші сұрақ, қазіргі құралып жатқан қорғаушылары құрамы нақты 5 адамдық. Біз ешкімге осы 1-2 күндікте жариялап айтқан жоқпыз. Ешкімге қазіргі құралып жатқан қорғаушылар алдыңғы Қаржабайдың құрамында жүрген қорғаушылармен бірге іс алып барса игі еді. Біз өзіміздің Саида Тәуекелова, Марал ханым, Карина ханымның және басқа осы құрамда жүрген қорғаушыларға алғысым шексіз. 6 ай еңбек ету, үздіксіз сол іспен айналысу, оңай тірліктердің бірі емес. Біз қорғаушылардан бас тартқан жоқпыз. Енді үшінші сұраққа келетін болсақ, сбор жайында айтып жатыр екен. Басында біз адвокаттар таппаған кезде сбор жариялағанбыз. Рас, ол 3 күндік сбор болды. Оны адвокаттар тапқаннан кейін тоқтатқан болатынбыз. Және бұл сбор тоқтатылған сол кезде. Менің жеке өзім туралы да айта өткен болатын. Айтым мырза, мен жылу деп қазақтың салт дәстүрімен жылу деп ашқан болатынмын. Және бұл жылуды біздің қазақ халқында бұрын соңды болған дүниелердің бірі. Сбор деп ешкімге айтқан жоқпын. Жылу жайында Саида Тәуекелова Айтым мырзада білген болатын. Біршама өзім ескертіп айта кеткен болатын. Оның нақты себептерін Димаш айта кетеді. Осы жылу қолдау мәселесіне байланысты айта кетерім. Біраз адам уже бүгін менімен хабарласып сұрақ қойып жатыр. Мынау марқұм Шерзаттың әкесі Қаржаубай мына істесіп келе жатқан адвокаттардан бас тартты. Олармен істеспейтін болды, басқа адвокаттар жалдапты, сондай хабар келіп жатыр. Сол жайлы не дейсің, өзің пікіріңді айтшы деп сұрап жатыр. Айтайық, біздің пікір бұл оқиғаға мен өзім пікірім бар. Бірінші, конечно, вариант мынандай болуы мүмкін, там по кайфу ішіп алып па, болмаса басқа ашуымен ба, әшейін жазып жіберген болуы да мүмкін. Білеміз ғой, ол қандай непредсказуемый адам екен, кім Қаржаубай деген. Сондай болуы мүмкін. Ол ертең
вот случайно болып қалды, мынандай себептен болды, дальше жалғастыра беруі де мүмкін. Сол бірінші вариант. Екінші вариант, реально басқа адвокаттар жалдарған. Оның себебі, менің лично өзім жеке пікірім, оны уақыт созу. Өйткені жаңа адвокаттар келеді, оларға тағы да ознакомление, мына іспен танысуға уақыт береді, жәбірленушімен жұмыс істеуге, мына тірлікке конкретно сіңуге уақыт береді, оларға тағы да іс созылады. Уақыт не үшін созылып жатқан, кім Қаржаубай уақыт не үшін созылып жатқан, мен негізі білем, себептерін білем, там біраз нәрсе сату нелер, оны қазір айтпай ақ қояйын, оны өздерің құда қаласа білесіңдер. Шындық бәрібір ашылады, толық ашылады. Адвокаттар жайлы не дейміз? Мынау Айтым деген марқұм Салтанат Нұркенованың ағасы, Айтым деген жігіттің, соның командасы, оларға мен 3-4 ай бұрын нелерде комментарийлер талай жазатын едім, ана Каринаның нелеріне, Инстаграм болмаса ТикТоктың нелеріне, видеолардың астына жазатын едім. А еще пожалеете деп та, что с семейкамен связались, сол бұлармен тірлік бастаған, әлі өкініп, қатты өкініп қаласыңдар деп айтады. Қанша хейт естідім, қанша адаммен боқтады, қарғады, ұрысты сол үшін, бірақ негізі соған тура келіп тұрған сияқты, егер де действительно олардан бас тартқан болса. Және не айтамыз, терісінше, мынау қылмыскерлер, айыптаушылар, солардың адвокаттар мен ата-аналары наоборот асықтырып жатыр. Тезірек, давай бастайық мына сотты, мына тірлікті шешейік деп. Бізге жасыратын ештеңе, сот ашық болсын деп. Біздің балдарымыз да көрсін, олардың сөздерін де естісін, сот та естісін, халық та естісін, қалай негізі бұл тірлік қалай болғанында. Какой-то бір қанішерлер не емес, кәдімгідей қазақтың жігіттері деп түрлерін көрсін, естісін, қай жерде жұмыс істеген, кім өкінеткен, там какой-то бір ОПГшник нелер емес, кәдімгідей қарапайым ауылдың балдары екен, көзі жетсін халықтың деп. Ар жағы уже толық естісе, халық та естісе, толық қалай болған, басынан аяғына дейін бұл тірлік себебін, қалай өткен, не болғандарын бәрін естісе, сот өзін шешім шығарсын, халық та өзі үшін өзін шешім шығарсын, қалай болғанын. Өйткені халықты алдай алмайсың, сот ашық болса, арғайсы шығады, сөйлейді, камера анық бәрін көрсетіп тұрады. Прокурорлар, адвокаттар неше түрлі сұрақтар қояды, сол кезде сөйлегенінен, өздерін ұстағанынан білінеді, кім өтірік, кім шын айтып жатқан. Сондықтан мен ойлаймын, мына Қаржаубай қазір уақытты созып жатыр, өйткені соттың алдына шығуға қорқып жатыр. И скорее всего жабық болсын, или там дистанционный мынандай болсын деп өзі көрінбеуге нақты мына прокурорлардың анау арғы беттегі адвокаттардың сұрақтарына жауап беруден қашады деп ойлаймын да. Еще басқа жаққа да қашуы мүмкін, оны мақұл өздеріңіз бәрін көре бересіңдер. Мен негізі екі вариант бар деп ойлаған едім, айтқан едім кезінде, конкретно бұл мәселе шешесін, шетелге қашып кету керек, кім Қаржаубай, жындыханаға жатып алу керек. Енді ол ананы да істеген жоқ, мынаны да істеген жоқ. Үшінші вариант бар, толық мойындау керек, мынаны істедім деп халықтың алдына шығып, қателіктерін, күнәларын бәрін айтып алу керек еді. Енді ол қазір 4-ші вариант істеп жатыр, уақыт созу деп мен сөйтіп ойлаймын, уақыт созып жатыр. Не үшін, не мақсатпен ол уақыт созып жатқанын жақын арада көресіңдер, құда қаласа. Так бәріміз сот әділ болсын деп қалаймыз, сондай талап қояйық, ашық болсын және әділ болсын деп. Міндетті түрде сондай болу керек деп. Шындық, халық шындықты білу керек.